Маскүнем әже, 3 бөлім. Келіншегімнің сөзін әжем де әкем де құптады. Солай екеуміз әкем мен анамның үйіне көшетін болдық. Барлық зат, киім-кешек барлығын арқалап бір көше ары тұратын жерге бардық. Барлығы жақсы басталды. Жақсы тұрып жүрдік. Бірақ келіншегімнің қатты шаршағанын көздерінен көрініп тұрды. Әжемнің үйіне барып ол жақтың тірлігін, одан осы жақтың тірлігін жасады. Бірақ мен оған қалаған нәрсесін алып бере алмадым. Себебі әжем әрбір алған айлығымды өзіме жолақымды ғана қалдырып басқасын алып қоятын. Осылай қаншама уақыт өтіп жатты. Келіншегімнің бір күндері жүкті екенін білдік. Оған қатты қуандық. Алайда сонда да ауыр тірліктен көз ашпаған еді. Мен байғұс үлкендерге ләм-лим дей алмадым. Амал жоқ, көндігуге тура келді. Келіншегім де маған бір рет болсын шаршадым деп налыған емес. Арада 7 ай өтті. Жаз бітіп, күз айы басталды. Паластарды жуып үй әктеу керек деп, келіншегімді тағы да шақырып алды. Оған көмек болсын деп мен жанына бардым. Бүкіл 9 бөлмені, үйдің барлығын әктеп паластарын жуды. Әжем әйел адам ғой, аяғы ауыр келінін неге түсінбейтінін ұқпай-ақ қойдым. Ауыр заттарын көтерісіп, жанында сәлде болсын сүйеніш болып жүрдім. Одан үйге келген соң әкем бір топ достарын шақырып, оларға аса ауқат дайындап, ішіп келген соң анамды ұрып тастаған. Анам бір бөлмеден шыға алмай отырды. 2-ші күні оларды шығарып салумен уақыт өтті. Мұндай ауыр кезеңдерден соң келіншегімнің іші қатты ауырып, оны ауруханаға жеткіздім. Алладан олардың саулығын тілеумен болдым.